балалар, қазақ тілі 2-ші сынып 30-шы сабақ. Тақырыбы дауыссыз ыл мен ыр дыбыстары. Ыл, ыр әріптерінің емлесін сақтап жазамын. Түсініксіз сөздердің мағынасын сөздіктен табуды үйренемін. 48-ші жаттығуды оқып, мәнерлеп, олардың сөздерді бір-бірімен салыстырыңдар. 49-ші жаттығу берілген сұрақтарға сүйеніп, суреттегі құсты сипаттап жаз. Лашын қандай құс? Лашын жыртқыш құс. Оның түсі көзі қандай? Оның түсі сұр, көзі қара. Ал тырнақтары қандай? Тырнақтары өткір. Оны неліктен жыртқыш құс деп атайды? Себебі оны баптап аңдар мен құстарға салады екен. 50-ші жаттығу сөздерді көшіріп, мағынасын түсіндір. Түсініксіз сөздердің мағынасын түсіндірме сөздіктен қарап біліп ал дейді. Іле жауап беру, жөнелу, және сонымен қатар іле өзенді бар екен. Ілгіш киім ілгіші, ілгек киімге ілгек тігу, ілгері алға жүру, ілесу біреудің не бір нәрсенің соңынан еріп жүру, ылды аласа ойпат жер, ылғал сулы дымқыл жер, ырыс береке табыс, ірімшік ұлттық тағамның бірі, ірі үлкен дәу, ылғи үнемі әрдайым дегенді білдіреді екен. 51-ші жаттығуда Перизат атасын мерейтоймен құттықтағысы келіп, қолына қаламын алды. Қағаздың басына құрметті ата деп жазып қойды. Әншейінде толып жатқан сөздердің біреу есіне түсейші. Перизаттың орнында болсаң, балалар, сендер қандай сөздер айтасыңдар аталарыңа? Құрметті ата, мерейтойыңыз құтты болсын. Деніңіз сау болып, балаларыңыздың ортасына аман есен жүре беріңіз, қуатты болыңыз деген осындай тілек білдірген. 52-ші жаттығуда бос көздерге ыр әріптерінің басталатын сөздер тауып жаз. Рең, разы, рақат, рахмет, ризагүл. Лақ, лашын, лебіз, лайық, лезде. Балалар, бүгін біз ыр әріптерінің айтылуы мен жазылуын және түсініксіз сөздерді түсіндірме сөздіктен тауып алып жаздық. Осымен сабақ аяқталды.